көрсетіп отырғанымыз Қазақстан Республикасы экология, геология және табиғи ресурстар министрінің міндетін атқарып, 2023 жылы 27 қазандағы нөмір 294 қоғамдық тыңдаулар өткізу қағидаларын бекіту туралы бұйрығына сәйкес өткізіліп отыр. Ең алдымен қоғамдық тыңдаудың төрағасы мен хатшысын сайлап алсақ, қоғамдық тыңдаулар өткізу қағидаларын бекіту туралы бұйрығына сәйкес жергілікті атқарушы органның өкілі ретінде өзімді төраға ретінде ұсынамын. Дүйсенбеков Нұрлан Сүйіндікұлы, Сарысу ауылдық әкімдігінде бас маман қызметін атқарамын. Оған дауыс берсеңіздер төраға ретінде. Жақсы, рахмет. Енді осы жиынымыздың хатшысы ретінде қатысушылар арасынан Спандияр салтанатты сайласақ. Жақсы, қарсылық жоқ. Онда бірауыздан сайланып деп есептейміз. Қоғамдық тыңдауды ашық деп жариялаймын. Бүгінгі қоғамдық тыңдаудың тақырыбы Ұлытау облысы, Ұлытау ауданы Үшжоқы кен орнындағы алтын өндіру қағидатын жаңғырту, ықтимал әсерлер туралы есеп. Тапсырыс беруші Басқұл жауапкершілігі шектеулі серіктестік. Ендігі кезекте қоғамдық тыңдаудың регламентіне тоқтала кетсек, баяндама жасауға 15 минут, қосымша сөйлейін деген кісілер болса 3-5 минут беріледі. Баяндама аяқталғаннан кейін жоба бойынша ұсыныстарыңыз, сұрақтарыңыз болса қоюға болады. Осы регламентпен келіссеңіздер, қоғамдық тыңдаудың күн тәртібіне және регламентіне бірауыздан дауыс беріп жүрсеңіздер. Жақсы, барлығы келісіп отыр. Енді кезекте баяндамашыға сөз берген берсек. Бүгінгі таңда Ұлытау облысы Ұлытау ауданының Үшжоқы кен орнындағы алтын айыру фабрикасын жаңғырту жұмыс жобасы бойынша мүмкін болатын әсерлер туралы есеп жобасына байланысты өткізіліп отыр. Жалпы операторға келіп тоқтайтын болсақ, оператор Басгол жауапкершілігі шектеулі серіктестігі болып табылады. Оператордың негізгі өндірістік қызметі ол бағалы металдарды және басқа да пайдалы қазбаларды өндіру, оларды қайта өңдеу және өткізу болып табылады. Операторның қазіргі таңда қарастырылып отырған объектісі бұл алтын айыру фабрикасы болып табылады. Белгіленіп отырған объектінің негізгі өндірістік қызметі ол өнімділігін жылына 144 мың тоннаға дейін арттыру болып табылады. Алтын айыру фабрикасының жаңарту және құрамында алтыны бар кенді қайта өңдеудің толық технологиялық циклін жүзеге асыру болып табылады. Жобада көзделіп отырған оператордың орналасқан жеріне келетін болса, жалпы жұмыс учаскесі Жезқазған қаласының солтүстік шығысқа қарай 120 км жерде, Түйемойнақ темір жол станциясынан солтүстікке қарай 20 км жерде Үшжоқы кен орнында орналасқан болып табылады. Жалпы технологиясына қысқаша келіп тоқтайтын болса, жобада қарастырылып отырған алтын өндіруді, яғни айыру фабрикасын жаңғырту болып табылады. Сонымен қатар осы алтын айыру фабрикасының қасында дробильный сортировочный комплекс орналасқан, яғни учаскесі. Сол фабриканың ішін жаңадан толық ауыстыру болып табылады. Яғни бұрынғы сұрыптау, өңдеу, сұрыптау, ұсақтау комплексін толығымен толық циклды жүзеге асыру болып табылады. Яғни осы көзделіп отырған жобаның жалпы мақсаты бұрынғы 72 мың тоннадан өнімділікті 144 мың тоннаға дейін асыру болып табылады. Жаңғыру аясында кеннің ұлғаю көлеміне сәйкес қамтамасыз етілген участоктың мақсаты осы қолданыстағы технологияның тиімділігін арттыру болып табылады. Қарастырылып отырған алтынның осы почтаға келетін көлемі ол 4 грамм тоннасы болып табылады. Жылдық жұмыс істеу уақыты 365 күн, 24 сағат тәулігіне жұмыс істейді, және де жылына 7844 сағат жұмыс істейтін болады. Яғни жылына белгілі бір уақыттары ремонтты жұмыстарға берілетін болады. Жалпы осы көзделіп отырған жұмыс барысында ұсақтау кенді қайта өңдеудің ұсақтау технологиясын қайта өңдеу болып табылады. Яғни бұрынғы қолмен емес, механизмдермен түрде МШ қондырғысы көмегімен және классификатор көмегімен ұсақтап, сұрыптап
сосын алтыны жоқ руданы қайтадан екінші ресурс ретінде пайдалану, яғни басқа карьерлердің жолын жабу болып табылады. Ал алтын анықталған рудалары ары қаратай алтын айыру фабрикасына жіберіледі. Алтын айыру фабрикасында гидроциклон арнасын және де арқылы, сонымен қатар угольді сорбция мен десорбция арқылы жүзеге асырылатын болады. Соңында осы десорбция өткеннен кейін электролизованы арқылы осы алтын құрам айырылатын болады. Жалпы осы көзделіп отырған жобаның жөнделу яғни құрылыс барысына келіп тоқтайтын болсақ, атмосфералық ауаға осы құрылыс барысында уақытша 11 көзден атмосфералық ауаға шығын ластаушы көз тағайындалған болатын. Осы көздердің барлығы уақытша болып табылады, яғни ол жер жұмыстары, жерді тексеру жұмыстары, қайта өңдеу, пресс көзін істемейтін және дәнекерлеу, бояу, бетонмен жағу жұмыстары болып табылатын болады. Яғни құм, шебен материалдарын тасымалдау жұмыстары болып табылады. Жылына осы құрылыс барысында 44 тонна шығын атмосфералық ауаға шығатын болады. Әр көрсеткішінің шекті мөлшерді көрсеткішіне қарайтын болсақ, осы қарастырылып отырған жұмыс барысында шекті ПДК-дан аспайтын болады. Құрылыс барысында және сонымен қатар қалдықтар түзетілетін болады. Ол қалдықтар құрылыс қалдықтары және дәнекерлеудің қалдықтары және бояғыш заттардың сыртқы упаковкалары болып табылады. Бұлардың барлығы құрылыс компаниясымен өңделіп басқа организацияға жіберіліп жойылатын болады. Яғни осы территорияның бойында ешқандай құрылыстан кейін қоқыс қалмайтын. Құрылыс барысында атмосфералық ауа мен қоқыстармен қатар су көздеріне анализаланатын, олар жерасты жербеті суларына ешқандай әсер етпейтін болады. Яғни бұл көзделіп отырған жұмыс уже ранее существующий рабочий орында орналасқандықтан жерасты жербеті суларына ешқандай әсер етпейді. Осы көзделіп отырған алтын айыру фабрикасының және оның дровелин-сортировочный комплексінің барысында атмосфералық ауаға эксплуатация барысында шығатын көздерге келіп тоқтайтын болсақ, атмосфералық ауаға 25 ластаушы көзден 111 тонна ластаушы заттар атмосфераға шығатын болады. Яғни осы көздердің барлығы атмосфералық ауаға шығатын көздерден шекті ПДК-сынан аспайтын болады. Осы көзделіп отырған шығындардың барлығы осының алдындағы алтын айыру фабрикасының норматив тексерілген болатын. Сонымен қатар қазір қосымша көзделіп отырған ол қазандықтың жұмысы және де осы алтын айыру фабрикасының белгілі жүйесі болып табылады. Алтын айыру фабрикасының эксплуатация барысында қалдықтарына келіп тоқтайтын болсақ, бізде ол мешкатаралар және қолданыстағы реагенттердің таралары, емкістері ғана шығарылатын болады. Осы емкістердің барлығы қалдықтар отырылып, басқа организацияға ары қаратай өңдеуге тапсырылатын болады. Эксплуатация барысында жерасты жербеті суларына әсер етпейді. Осы фабриканың жұмыс істеуіне байланысты суды шахтный судан, яғни оборотный судан алып қолданылатын болады. Және де осы фабриканың жұмысы барысында қолданылатын барлық сулар қайтадан оборотный водоснабжение ретінде қайтадан өзіне фабрикаға келіп, қайтадан екінші қолданысқа жіберілетін болады. Осы фабриканың жұмысы барысында табиғат қоршау қорғаудың іс-шараларын айтсақ, яғни план природоохранных мероприятий. Жаңағы шаң көздерін азайту үшін преподавление жұмыстары жүргізілетін болады. Және де 90 сайын лабораториялық замердер жасалып, отчеттер тапсырылып отырылады. Қалдықтардың барлығы уақытылы жинақталып, өзге организацияға жіберілетін болады. Ешқандай свалка түрлерін қарастырмайды. Және де көгалдандыру жұмыстары және де экологиялық қауіпсіздік пен техникалық безопасностьтарды түсіндіру жұмыстары жүзеге асырылатын болады. Осы фабрика осыған дейін жұмыс істеп тұрған орында орналасқандықтан жануарлар және өсімдіктер әсер етпейді. Яғни осыған дейін
защита зонасына келетін болсақ, 500 метр санитарлық защита зона қарастырылған. Заводтың, яғни бұл завод осы кен орны территориясына орналасқандықтан ешқандай қасындағы жылы зоналарға әсер етпейді. Осымен баяндама аяқталды. Сұрақтар болса. Баяндама сұрақ беретін болса, қойсаңыздар болады. Сөйлеген кеңестер болса. Ешқандай сұрақ жоқ па? Сіздер осы ауылдың алтын аласыздар ма енді? Осы ауылға не бере аласыздар? Көмек ретінде. Осыған дейін қондық планды өткізген бойынша, осыған дейін қондық планды өткізіп жүрген, сол себепті алдындағы қатысқан басшылардың айтуы бойынша сіздердің ауылдарыңызға әкімнің өзі жасаған болатын, что қысқы мезгілдің кезінде, жаңбыр су, күзгі мезгілінде, көктем мезгілінде, осы қар мен су көздерген табиғи апаттар болған кезде Базылдың кеңесі өзінің спецтехникаларын жіберіп, сонда көмек атқарған болатын. Своевременно, тез және ешқандай ауылға үлкен әсер етпейтіндей жылдам көмектесіп спецтехникалармен жабдықталған болатын. Сіздің мекемеге қандай көмек бере аласыздар? Сіз жазған болдыңыз, хатта шыққан болады, хатта атпен ешқандай алынған жоқ. Көмек сала ма? Сіздер қандай нақты сіздерге мен естімдерді және осы Базбол компаниясының экологын сіздер осындай әлеуметтік бұл жерде енді талқыланып отырған мәселе экология мәселесіне қатысты ғой, қоршаған ортаға қандай әсері болады. Енді сіздердің қосымша ұсыныстарыңыз болса, біз жазып аламыз, басшылыққа жеткізейік. Бірақ енді осы жердің жергілікті халқын жұмысқа алу деген сияқты сондай әлеуметтік мәселелерге біздің компания көмек көрсетуге әрқашанда дайын. Басшылыққа жеткіземіз оны. Біз алдында да айтқанбыз. В общем, демеушілік көмек болады. Түсінікті. Қандай нақты ұсыныстарыңыз болса, біз жазып аламыз. Қайда берді, қайда ол? Біз ауызша айтқанбыз. Жазбаша берді. Осы программаға қосады енді нақты сіздерге қандай ұсыныстар керек болса, біз жеткіземіз. Жазбаша берді. Салтанат жазып жіберген ғой, өлшемді әркім өлшемін кәдімгідей өзі басшылық сол жазып жіберсін деп айтып деген, сол кәдімгі ұсыныспен жазып жіберген бұл. Олай болса, сіз енді акиматтың өкілі ретінде сіз арқылы хабарласып аламыз. Бізде енді басшылық осы жақында ауысқан, алдында корпус компаниясы болған, осы жақында басшылықтағы да ауысып жатыр. Сондықтан енді көтереміз ол мәселені. Үйде болып бақша Иә. ауысып жатқаннан кейін болған. Көп жерлерде естимін, мысалы, көмірін алса, мысалы, бір ауылдың, олар солай жаңағындай жағдай жасап береді де, сол ойлағым Қарақын қалаптылық деген алып берген байбалған алып соған біз де осы енді алтын шақтысы бізге келіп отырғаннан кейін сол көмек демеушілік көмек сұрағанбыз біз де сол. Біз сахнаға тыңдайра болған берсін. Басқа сұрақтарыңыз жоқ болса, қоғам туралы жауапты жариялайық. Келіп басқа мәселе рахмет. Сау болыңыздар. Рахмет.